Орталық Азия елдерінің ішінен шыққан тұңғыш романист жазушы Сара Мыңжасарованың туғанына 100 жыл толуына орай Тұран университетінің медиа және мәдениетаралық коммуникация жоғары мектебі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырды. Апамыздың 100 жылдық мерейтойы кең көлемде аталып жатыр. Енді туған жерінде деген сияқты Алматыдағы Тұран университетінде бүгін сол кісінің 100 жылдығына арналған үлкен ғылыми теориялық конференция өтпекші. Соған келіп тұрмыз. Бұл жерде ол кісінің публицистикасына, очерктеріне, романдарына, повестеріне, әңгімелеріне жан-жақты тоқталған баяндамалар жасалады. Ол кісінің көзін көрген қаламгерлердің қатарында қазіргі қазақ әйелдерінің ішіндегі, енді қалам ұстаған қауымның ішіндегі жасы біраз жасқа келді. Мағира Қожахметова апамыз өзінің баяндамасын жасайды. Әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы профессор Гүлжахан Орда өзінің баяндамасын жасайды апамыздың романдары туралы. Ол кісінің публицистикасы туралы, очерктер туралы Әл-Фараби атындағы Казгудың профессоры, жазушы Кәкен Хамзиннің баяндамасы бар. Басқа да осы Тұран университетінің профессорлары Алмагүл Құрманбаева, Меңдігүл Шындалиева, осылардың да сол апамыздың шығармашылық туралы баяндамалары жасалмақшы. Сондықтан біз енді дүниеден озып кетсе де, қалам ұстаған қауым ол кісінің еңбегін еш уақытта ұмытпаймыз. Көптеген романдары қайта басылып, қазіргі жас буын жаңа толқынмен қауышып жатыр. Жаңа кітаптарының тұсауы кесіліп жатыр. Осының барлығы ол кісінің рухына деген тағзым деп ойлаймын. Сара Мыңжасарова апайымыз еш уақытта ұмытылмайды, өйткені ол кісінің тасқа басылған сөзі ұрпақтың жадында мәңгілік сақталады деген ойдамын. Конференцияға Сейфулла Оспанов, Бейбіт Қойшыбаев, Мағира Қожахметова сынды Сара Мыңжасарованың көзін көрген көрнекті ақын жазушылар, зерттеуші ғалымдар, аудармашы, журналистер қатысты. Бүгінгі конференция өте маңызды шара, жалпы қала бойынша. Сондықтан да бүгін өте бір жақсы адамдар, жазушылар, қазақтың белгілі тұлғалары келіп отыр. Енді Сара апамыз, өздеріңіз білесіздер, қазақ қыздарының ішінен шыққан тұңғыш романист жазушы. Биыл 100-ге толып отыр. Жалпы республика бойынша көп шаралар өтті. Ақтөбе облысында оқитын өлке акциясында жыл бойы Сара Мыңжасарованың шығармалары оқылды. Және Сағи Жиенбаев екеуінің. Және мына өлке баспасынан 2 кітап шықты Сара Мыңжасарованың. Сондықтан да бұл кісі, мен ойлаймын, өте үлкен мән беріліп, және халықтың өзі мән беріп жатыр. Ешкімнің бұйрығынсыз, ешкімнің жаңағындай нұсқауынсыз осындай шаралар өтіп жатыр. Енді мына Тұран университетіне көп рахмет, осындай шара өткізіп жатқанына. Я просто благодарна университету Туран за организацию этой замечательной конференции, потому что эта конференция – это яркое подтверждение того, что творчество моей мамы продолжает жить, ее идеи находят отклик в сердцах многих людей. Вот. Благодаря этой конференции ее книги продолжают жить, ее идеи находят новых читателей, ее голос звучит в современном мире. Вот. Я благодарна всем тем, кто внес огромный вклад в сохранение творческого наследия моей мамы. За это я очень благодарна университету Туран, профессорам этого университета. Рухани кездесуде Сара Мыңжасарованың өмір жолы, құнды еңбектері жайлы баяндамалар оқылып, естеліктер айтылды. Қазақтың мықты тұлғаларын дәріптеу ең алдымен өскелең ұрпаққа берілетін тәлім-тәрбие екені даусыз. Это глубоко символично, что данное мероприятие организовала именно наша кафедра. Почему? Потому что мы готовим профессионалов-переводчиков, журналистов и пиарщиков. И героиня, которой сегодняшний круглый стол посвящен, Сара Мыңжасарова, она как раз была воплощением всех этих 3 ипостасей. И мы ее знаем как прекрасного публициста, журналиста, писателя и переводчика. Алма Алиевна неспроста оговорилась. Дело в том, что долгое время, 12 лет, наша кафедра называлась «Журналистика и переводческое дело». И в этом году произошел ребрендинг,
мы переназвались, и теперь наше имя Высшая школа медиа и межкультурная коммуникация, потому что мы также преподаем русский язык, казахский язык как государственный и иностранные языки, которых достаточно много у переводчиков. И мне хотелось выразить глубокую признательность за то, что мы сегодня поднимаем вновь тему вокруг имени, которая становится знаковым в нашей стране. И я понимаю, что есть еще достаточно большое количество белых пятен, которые мы должны исследовать. И в этой связи у нас есть уникальная возможность выполнять проекты в качестве дипломных исследований. И я думаю, что на следующий год мы обязательно в течение года утвердим одну из тем, а возможно и не одну, для того, чтобы наши студенты прикоснулись, наверное, к нашему важному наследию и об этих именах говорили больше, громче, чтобы эти новые результаты исследования были запечатлены в современных цифровых форматах, чтобы эта дипломная работа не просто затем легла в архив, как выполненное хорошо задание, а для того, чтобы была возможность использовать эти полученные результаты, знания в дальнейшем в обучении последующих поколений, то есть чтобы это было закреплено, запечатлено и продолжалось. Жаңа Анна Сергеевна ханым айтты, шын мәнінде бұл Тұран университетінде қазір 12 жылдан бері журналистерді даярлап келе жатыр. Журналистерді, аудармашыларды, жаңа public relations деген мамандық бойынша жақсы мамандар даярлап келе жатыр. Сондықтан бұл университеттің қабырғасында болашақ қалам ұстайтын қауым өсіп келе жатыр. Қазір Қазақстанда 28 жерде, 28 оқу орнында журналистер даярлайды. Баяғыда тек Казгуде ғана болатын, естеріңізде болса, қазір енді бірнеше оқу орындарында даярлайды, бәсекелестік бар. Соның ішінде осы Тұран университетінің Рахман Алшанұлы Алшанов басқаратын университетте өте жақсы мамандар даярланып жатыр. Біз Қазақ әдебиеті газеті осы Рахман ағамызбен сөйлескенбіз. Біздің осы факультеттің, осы жоғары мектептің студенттері бізден келіп тәжірибеден өтуге толық мүмкіндіктері бар. Сара Мыңжасарова 1924 жылдың 29 қазанында Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келген. Ақтөбедегі мұғалімдер институтын тәмамдап, оқу-ағарту саласында жауапты қызметтер атқарады. 1952 жылы Республикалық партия мектебінің аудармашылар бөлімін аяқтап, ұзақ уақыт Семиреченская правда және Казахстанская правда газеттерінде қызмет істеген. Кейін Байланыс министрлігінің баспасөзге жазылу бөлімін басқарады. Осы кезде қазақ газет журналдары мен қазақ қаламгерлерінің туындыларын көптеп таратуға зор еңбек сіңірген. Шоқтығы биік шығармалары, Қыр қыздары, Әйел бақыты, Төзім шеңбері романдары мен Өмір көріністері атты әңгімелер мен повестер жинағы. Сонымен қатар абхаз, чех, украин, тәжік, орыс жазушыларының шығармаларын тәржімалаған. Сара Рахманқызының қазақ публицистикасының дамуына қосқан үлесі өлшеусіз.